Күнтуарова Бекзат Сақтапбергеновна, Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. Ұсынылатын сабағымның тақырыбы мамандықты таңдау, болашақты таңдау. Бірінші курс мамандығы тамақтандыруды ұйымдастыру. Сәлеметсіздер ме? Сабағымызды жүректен жүрекке ойыннан бастайық. Әрқайсыңыз өздеріңіздің есіміңіздің бас әрпінен басталатын сөзбен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына құттықтау сөз айтыңыздар. Менің атым Багдана, бірлігіміз берік болсын. Менің атым Сәтия, сәттілік серігіміз болсын. Менің атым Анна, аспанымыз ашық болсын. Сабақта 5-ті ережесін сақтайық. Сабақтың тақырыбы мамандықты таңдау, болашақты таңдау. Бүгінгі сабақта аспаз мамандығына байланысты терминдерді талдаймыз. Сол терминдерді монолог пен диалогта қолданамыз. Осы критерийлер бойынша өздеріңізді бағалайсыздар. Бүгінгі сабағымыздың термин сөздерімен танысайық. Әр сабақта қолданатын менің авторлық әдісім латын қарпінде жазып оқу. Бүгінгі сабақта да біз сіздермен термин сөздерде латын қарпінде жазып есте сақтайық. Термин сөздерді сөздер тұжырымдамалық картасы бойынша талдайық. Экранға назар аударыңыздар, бейнебаян тамашалайық. Сіздерге бұл мамандықты таңдауға не түрткі болды? Кім айтады? Настя, айта қойыңыз. Алматы мега орталығында өткен шеф батл сайысын көріп, керемет әсер алдым. Аспаз мамандығына қызықтым. Аспаз мамандығын таңдауыма осы сайысын түрткі болды. Бруто салмақ тауардың сыртқы қаптамасымен қоса есептеген салмағы. Аспаз қандай мамандық? Аспаз жоғары дәрежелі заманауи сұранысқа ие мамандық. Танымал аспаз болу үшін не істеу керек? Танымал аспаз болу үшін дәмді дәруменге бай тағам дайындау білу керек. Менде болашақта танымал аспаз болғым келеді. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ме? Талап тобының монологын тыңдайық. Аспаз мамандығын Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі дайындайды. Оқулықты ашып, 9-шы беттегі 4-ші тапсырманы орындаңыздар. Қай яшықты таңдайсыз? 10-шы яшықты таңдаймын. Дальше мейрамханада қонақтарды күтуші, қызмет көрсетуші адам. Дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс екен. Бағалау критерийіне сәйкес өздеріңізді бағалаңыздар. Үй тапсырмасы мамандығым мақтанышым тақырыбына эссе жазып келіңіздер. Кері байланысты WhatsApp желісінде көрсетіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.